жүрмін ғой, уже спортзалға кіріп кеттім ба. Мен білесің ғой, всегда физкультураға опаздывать етіп жүремін. Ой, если денеға ұрса, то былай дей салам ғой. Бірақ если оған да көнбей жатса, папама бір звонок болды ғой. Ой, менікі де бір звонок қой. Еще мына спортзалдар кішкентай ғой. Мен бөлмем жартысы вообще. Солай, не бәле вообще. Бірақ біздің қалада басқа нормальный медицин жоқ. Ең адекватный осы дейді ғой. Еще ең богатый дейді ғой. Қай жер богатый осының? Мектеп богатый болмаса да, зато біз богатымыз. Күшті айттың ба? Иә. Ой, Айнат, сен соңғы жаңалықты естімедің-ау. Менде бір күшті сладкий жаңалық бар. Көңіл күйіне қарағанда сен сол жаңалықты естімеген сияқтысың. Қандай жаңалық ол? Историчканы ауыстырып тастады ма? Yes! Жоқ. Математичканы жұмыстан шығарып жіберді ма? Ура! Жоқ. Орыс тілден апай ауырып қалды ма? Ура! Бүгін орыс тілге дайындап келмеп едім. Той, олар бұрында болған, бірақ қазір бізге новая жертва табылды. Новенькая табылды. Новенькая. Онда іске кірісеміз, новая жертва де. Иә, дайын бол, ол қазір сабаққа кіреді. Бізге сәттілік, оған сабыр. Сәлем, қыздар. Осы ма новенькая? Ошейнигін қолына тағып алған. Сол ғой, какой-то тойдан алатын саған. Ойбай, анау. Базарда сататын көйлек киіп алған ба? Жоқ, волейболшылар сондай, нападающылар сондай көйлек киеді ғой, білесің бе? И то оны волейболдан жақсы игрок дейді ғой. Арсынан, сен вообще кімнің саранадасың? Жоқ, аубайсы көйлек киді дедім ба, значит көйлек киді сондай. Жарайды. Асылмас? Ну что ж, волейбол ойнаса да, жақсы ойнаса да, көйлек киіп алған ес? Вот уже это нормально. Солға. Авадок жасыл түс. Неуверенность в себе. Сәлем, қыздар. Сәлем, қыздар емес. Былай амандасады. Қыздарик, біз бір командада болайықшы. Біз күшті команда боламыз. Мен өткен мектепте күшті волейболистка болғанмын. Нападающий болдым. Бұл мектепте үшеуміз волейболистка болып бір командада ойнаймыз. Сосын үшеуміз де жеңіп бірінші орындарды аламыз. В общем, қыздар, бізді тек қана ұтыстар күтіп тұр. Сендер менімен дос болуларың керек. Во-первых, бізге олай деп сөйлейтіндер керек емес. Как будто бы мы глухие. То есть неуверенность. Бізге онда керек емес. Еще сенің вкусың жоқ. Ну и бедно. Мен кеттім, қоңырау соқты. Қолынан түсіп қалды. Қалай болдың? Кім? Машина? Машинасы бар ма сонда? Кай? Ой, обычно Жигули екен ғой. Мына Тойота ғой. Тойота? Ну, зато Lamborghini емес қой. Ну, какой-то бір, типа, әдейі мақтану үшін әкелген ғой. Әдейі түсірген. Зато Lamborghini'дан басқасын барлығы Жигули болып саналады. И то оны папасыныкін әкелген. Бірақ біз сияқты автобуспен жүрмейді ғой. Забей.
Асанасы не болды? Настроениең жоқ қой, кеше звондаған кезде. Айтып едің ғой, финансовый проблема болып жатыр деп. Не болды сол? Сол бір жұмыстағы начальник ағай бар екен, богатый, бір добрый екен да. Сол бізге көмектесті ғой. Еще үйіне шақырды. Менде де, кстати, финансовый проблема болды, бірақ мен оны айтпадым. Мен просто саған крутой болып көрінгім келді. И хотела оставаться, типа, крутой болып. Мен негізінен ондай заттарды айтпайтын адаммын ғой. Кеше бізде жаман финансовый трудности болды. Кстати, бізді де соң қонаққа шақырды ғой. Үшеуінде? 8-де? Онда біз асабадан бірге барғанбыз ғой. Айтпақшы, біздің папамыз бірге жұмыс істемей ма? Я айтты ғой, новыйдан начальник келген, сол добрый, богатый екен, көмектескен папаға. Соған рахметім, шексізше. Я не хочу, чтобы это повторялось. Бірақ қазір хотя бы кішкене наладиться етті. Соған рахмет айтқым келіп отыр прям. Соны айтады ғой, бізбен жасты қызы бар деп. Сол қыздың орнында болсам екен. Богатый, добрый отец. Асылмас, оказывается, оның бізбен жаста қызы бар екен. Сонымен подружиться етіп, соған бар жақсылығымды істеп, сол арқылы жақсылығы қайтарсам екен, сол арқылы папасына рахмет айтқызсам екен, сол қызбен подружиться еткім келіп жатыр. Мә, сол қыздың орнында болсаң рахат қой, папасы богатый. Все будет в клубника в шоколаде. При чем тут клубника в шоколаде? Живешь как клубника в шоколаде. Жоқ, просто бізге жақсылық жасады. Мен әшейін жақсылық жасағанды айтып отырмын ғой, какая-то клубника в шоколаде емес. Оказывается, ол біздің мектепте и бізбен жасты екен ғой. Иә. Қыздар, мен сендерге күшті жаңалық айтайын. Біздің неге сендердің папаларың келді. Оказывается, біздің папаларым жұмыста екен. Менің папам сендердің папаларыңа көмектесті. Сендердің папаларың менің папама қатты алғыс болып, менің папам сендердің папаларыңды біздің үйге қонаққа шақырды. Біз тамақ жедік, ойнадық. Сосын сендердің әкелерің, сендердің фотоларын көрсеткен кезде мен қатты қуанып кеттім.